Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеомыз тақырыбы ақш дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымын қаржыландыруды тоқтатты және бүгінгі күн 16/4/2020 жылға әлемдегі және Қазақстандағы коронавирус жағдайына онлайн мәлімет. Америка құрама штаттары дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымын қаржыландыруды тоқтатты. Азаттық радиосы 15 сәуір 2020 жыл. Америка құрама штаттар президенті Дональд Трамп қарамағындағыларға коронавирус індеті төңірегіндегі жағдайға байланысты дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымын қаржыландыруды тоқтатуды тапсырды. 14 сәуірде Трамп дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы негізгі міндетін атқара алмады және сол үшін жауап беруі тиіс деп мәлімдеді. Ақ үйде болған брифинг кезінде Трамп Вашингтон басқарманың жіберген қателіктерін анықтап болғанша 2-3 ай ұйымды қаржыландырмайды деді. Президенттің пікірінше, Біріккен ұлттар ұйымы құрылымына қарасты ұйым Қытайдан түскен хабарламаларды мұқият зерттеген болса, індеттің таралуына жол бермей талай адамның өмірін сақтап қалар еді деді. Ал Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Антонио Гутерриш қазір коронавируспен күресіп жатқан кез келген гуманитарлық ұйымды қаржыландыруды тоқтататын мезгіл емес деп айтты. Ол арнайы мәлімдеме таратып, халықаралық қауымдастықты коронавируспен бірігіп күресуге шақырды. Джон Хопкинс университетінің мәліметі бойынша, соңғы бір күннің ішінде ақшта 2228 адам коронавирустан қайтыс болған. Елде 600 мыңнан астам адамға вирус шыққан, барлығы 25.700-ден астам адам қайтыс болған. Бұл әлем бойынша ең жоғарғы көрсеткіш. Онлайн карта әлемдегі коронавирус жағдайына мәлімет. Бүгін 16 сәуір 4 ай 2020 жыл. Әлемдік мәлімет статистика 16 бүгінгі сәуірге. Бүгінгі күнге дейін әлемде 2.107.450 жағдай жұқтыру жағдайы тіркелген. Соңғы тәуліктерде жұқтырғандар саны 35.444 адамға көбейген. Әлемде жалпы 136.992 адам қайтыс болған. Солардың ішінде бүгінгі 3273 жағдай, өлім жағдайы бүгінге ғана. Ауырып жатқан адамдар 1.444.121 адам, солардың ішінде 51.144 адам ауыр жағдайда. Яғни қайтыс болу жағдайы 6-50%-ды құрап отыр. 100 адам ауырса, соның 6-50%-ы қайтыс болады деген сөз. Жазылып шыққандар осы күнге дейін әлем бойынша 526.337 адам. Енді әлем елдерінен Қазақстанды көрсек, Қазақстан. Жұқтырғандар саны 1362. Бүгінгі күнге дейін. 16 апрельге дейін зафиксированы тіркелген 1362 жұқтырған жағдай
жұқтыру жағдайы соңғы тәулікте 67 адамға көбейген. Жұқтырған адамдар саны 67 адамға көбейген. Жалпы қайтыс болған адамдар саны осы инфекциядан, коронавирус инфекциясынан 17 адам. Бүгінге бір жағдай тіркелген. Яғни кеше 16 еді, 15-не бүгін 16 сәуірде бір жағдай 17. Яғни ауырып атқан адамдар саны 1072 адам, олардың 22-сі ауыр жағдайда. Жалпы қайтыс болу жағдайы 1,25%-ді құрап отыр. Ал жазылып шыққандар осы күнге дейін Қазақстанда 273 адам. Осы графикпен, графаменен қарайтын болсақ, заражение коронавирусом Қазақстанға басталғаннан бастап, бізде 13 наурызда алғашқы жағдай тіркелген болатын, 1-4 адам. Одан кейінгі екінші күні 6 адам болған, 2 адам қосылып 14-не. Яғни осылай көріп кете берсек, 1362 адам бүгінгі күнге. Яғни қайтыс болғандар саны, заражение коронавирусом, жұқтырғандар саны, мына жерде қайтыс болған адамдар саны. Яғни бүгінге 1 адам. Жалпы 17 адам. Әлем бойынша мәлімет бүгінге дейін ең бірінші ақш тұр. Оларда қайтыс болған адам 28580 адам, бүгіннің өзінде 357 адам қайтыс болған. Ауыр жағдайда 13487 адам, жазылып шыққандар 48710 адам. Ал ауырғандар, жұқтырғандар 644828 адам. Бір күннің өзінде анықталғандар 4901 адам екен. Яғни ең көп қазір ақшта жұқтырғандар және қайтыс болғандар, ауыр жағдайдағылар, яғни әлем бойынша ақш бірінші орында тұр. Екінші Испания екен, одан кейін Италия, Франция, Германия, яғни ақштан кейін Европа елдері, Великобритания, одан кейін Қытай. Қытайда 3342 адам қайтыс болған екен. Жалпы 95 адам ауыр жағдайда. Жазылып шыққандар 77892 адам екен. Ал жалпы жұқтырғандар 82341 адам. Бүгінге 46 адам қосылыпты бұларда. Бүгінге 16-шы. Яғни Қытайда да әлі де анықталып жатыр деген сөз. 46 адам қосылыпты бүгінге. Бірақ жаңағы жазылып шыққандар, ауыр жағдайдағылар бүгінге жоқ. Яғни тоқтаған. Одан кейін Қытайдан кейін Иран, Азия елдерінен, Турция екен. Қазақстанды көрсек, Қазақстан міне. Жалпы жұқтырғандар 1362 адам, бүгінге 67 адам қосылған екен. 273 адам жазылған, ауыр жағдайда 22 адам, 17 адам қайтыс болған бүгінге дейін. Бүгінге 1 адам қосылған. Кеше 16 адам еді, бүгін 17 адам. Сонымен жалпы әлемде жұқтырғандар саны 2.101.866 адам, жазылғандар 52.523.992 адам, қайтыс болғандар 136.108 адам. Бұл бүгінге 16-сы 4-ші ай
2020 жылға мәлімет.